түскен мына нормаларға байланысты мен өзімнің азаматтық депутат және комитет төрағасы есінде ой пікірімді білдіргім келеді. Өздеріңіз көріп отырғандай, елімізде жаңа ойын-сауық аймақтарын, атап айтсақ, Маңғыстау, Жетісу, Алматы облысы, Шығыс Қазақстан облыстарында жаңадан ойын-сауық, казиноларды ашу жөнінде үкіметтің ұсынысы келіп түсті. Енді шынын айту керек, бұл бізде мемлекетімізде осы лудоманияға қарсы үлкен күрестер жүріп жатқан жақсы білесіздер. Түркістанда ұлттық құрылтай өткен кезде президентіміз 5 кеселді айтқан қоғамдағы. Соның бірі осы лудомания. Одан басқа осы мәжілістің төрінде 7-ші шақырылымда 4 депутат болып, Бейсенбаев, Жаңбыршин, Закиева, Мадия Ахметов осы заңның жобасын дайындағанбыз. Жыл жарымдай күресіп, 8 шақырымға дейін ол жетіп, біздің басқа да әріптестеріміз қолдап, осы заңды біз қабылдадық. Яғни, осы мемлекет тарапынан осындай жұмыстар жүрді. Бұдан басқа, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелов-Тоқаев қауіпсіздік кеңестің арнайы осыған арналған кеңесін өткізді. Яғни, бұл үлкен қоғамдағы дерт. Енді бұл ұсыныстар қандай жаңағы мәселені көздеп отыр? Бұл жердегі мәселе жаңағы ойын-сауық аймақтарын тек шетелдік азаматтар ойнайды дейтін уәжбен үкімет келіп отыр. Шындап келген уақытта оған келетін азаматтар тек мектепке келген тәртіпті балдар сияқты келіп, тәртіппен кететін жағдай емес. Енді осы казинолар орналасқан жерде қандай мәселелер туындауы? Жалпы казино дегеніміз не? Бұл қандай орта дейтін сұрақ туатын болса, біріншіден бұл алкоголь, ішімдіктер ішілетін, маскүнемдер жиналатын жер. Екіншіден, бұл мотельдік форматтағы жеңіл жүрісті адамдардың ұйығатын жері. Яғни, түнгі көбелектерді көбейтетін жер. Үшінші, бұл есірткіні тартатын, тарататын, пайдаланатын жер болып есептеледі. Себебі оның есік терезесінің бәрі жабық, ішінде не болып жатқан бір құдайдың өзі біледі. Енді бұған жиналатын контингентінде кілең жүрген рухани дертке шалдыққан наркоман, лудоман, маскүнемдер. Яғни ол казино тұрған жер сол айналадағы экосистемаға кері әсер беретін, сол ортаны бұзатын нысан болып есептеледі. Ал енді осындай токсичный бизнесті өзіміздің жаңа айтып отырған қасиетті Маңғыстауға, жер жаннаты Жетісуға, Қазақстанның маржаны Марқакөлге апарып саламыз деген, бұл нағыз барып тұрған біздің рухани тамырымызға балта шабу. Ең қызығы, ең және жаманы, бұл жерде заңсыз көлеңкелі схемамен табылған, жемқорлықпен табылған ақшаларды легализациялау жаңағы ойын алаңдары болып есептеледі. Мен ойлап отырмын, осы бізде көлеңкелі экономика өте жоғары, солардың бәрін өздеріне тазалап алу үшін осындай жаңағы бірнеше жерден ашқылар келеді. Тіпті қараңыз, қасымыздағы Қытайда 1 миллиард халқы бар. Онда тек қана Макаода рұқсат етілген. Ал айналамызда мемлекеттер Азербайжан, Түркменстан, Өзбекстан, оларда казино вообще тыйым салынған. Енді шетелдің азаматтары, тонау Лас-Вегас тұрған уақытта, Еуропаның 3 мемлекеттен бастап барлық мемлекеттерде казино рұқсат етілген. Сонда олар солардың бәрін тастап, Монако мен Макао бармай Маңғыстауға келе ме не? Бұл барып тұрған, былайша айтқан уақытта жаңағы дұрыс емес зат. Бұлар шетелден азамат әкелеміз деп отқан жоқ. Өзіміздің ішімізден тапқан лас ақшаны сол жерде айналдыру. Немесе сол елдің кәдімгі адамдарын қанау деп есептейін. Себебі шетелдік азамат деп айтқанмен де ертең паспорттардың бәрін басқашалауы мүмкін, басқа жаңағы заңды тұлғалар арқылы кіруі мүмкін. Тіпті ол жерде коррупциялық схемалар пайда болады. Ал сол жерде ақша тауып жатқан бүкіл қазақтың немесе қазақстандықтардың қаржысы сол жерге барып кірмейтініне ешкім кепіл бере алмайды. Ешкім ол жерде ешкім тексеріп жатқан жоқ оны. Себебі казинолардың негізгі мақсаты бизнес, олар пайда табу. Сондықтан олар ертең біреудің фейс контроль жасайды деген, ол вообще қисынға келмейтін зат. Сондықтан құрметті әріптестер, мен Қазақстанның барлық жерінде
осындай ойын сауық салуға қарсымын. Әсіресе жаңа айтып отырған қасиетті Маңғыстауда өзіміздің пір бекет ата жатқан, өмірі мекенін тапқан, бақилық болған жерде Құран, әулие бар елде осындай зат салу деген бұл өте сорақы және жаңағы біздің ұлттық құндылықтарымызға, рухани құндылықтарымызға, келешек болашақ ұрпақтың жаңағы өсуіне үлкен әсер ететін зат деп ойлаймын. Ертең бұл жерде суицид басталады, отбасылар ажырасады, адамдар тапқан таянғанын бәрін апарып сонда апарып салады. Бұл өте токсичный бизнес. Сондықтан бұндай мәселені біз тіпті парламент қабырғасында талқылау дейтін бұл үлкен және ұят нәрсе. Мемлекетіміздің саясатында бір ізгілік болу керек. Егер біз лудоманияға қарсы күресті бастадық па, біз соны аяғына дейін жеткізуіміз керек. Сондықтан бұл ұсынысты тағы да айтамын, азамат есебінде, депутат есебінде, осы комитеттің төрағасы есебінде жалпы қарастырмауды және жаңағы қабылдамауды мен сіздерден сұраймын. Қолдауларыңызды өтінемін. Бұл біздің жаңа айтып отырмын, аз ғана пайда табу үшін қасиетті құндылықтарымызды, отбасылық дәстүрді, ұлттық рухани салауаттылығымызды келер ұрпақтың болашағына құрбан етуге болмайды. Рахмет.